Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сіздермен өтілетін сабағымыздың тақырыбы Қазақстан жеріндегі индустрияландыру бағыты. Сабағымыздың мақсаты Қазақстанда жүргізілген индустрияландыру саясатының міндеттерін, мәнін, барысын, нәтижесі мен зардаптарын түсіндіре отырып, прогрессивтік және регрессивтік сипатын ашу болып табылады. Ең алдымен индустрияландыру дегеніміз не, соған тоқталайық. Индустрияландыру дегеніміз халық шаруашылығының барлық салаларын машина техникасымен жарақтандыру, инфраструктураның дамуы, индустрияланған халықтың пайда болуын айтады екенбіз. Алдағы сабағымызда кездесетін интеллигенция, бюрократия, шовинизм, инвестиция термин сөздерінің анықтамасына тоқталайық. Интеллигенция зиялы қауым өкілдерін айтамыз. Бюрократия деп қоғам мүшелерінің белгілі бір артықшылығы бар өкімет аппаратының көмегімен асырылатын басқару жүйесі, шенеуніктердің билігін айтады екенбіз. Шовинизм ұлтшылдықтың шеттен шыққан түрі болып табылады. Инвестиция шетелден қарыз алу. 1925 жылы желтоқсан айында бүкіл одақтық коммунистік большевиктер партиясының 14-ші съезі өтті. Бұл съезде елді социалистік индустрияландыру бағыты жарияланды. Индустрияландыру саясатын жүргізудегі қиыншылықтар, қазба байлықтарының толық зерттелмеуі, байланыс және тасымал құралдарының нашар дамуы, жұмысшы табының сан жағынан өте аз болуы, жергілікті мамандардың жетіспеуі, әміршілдік, төрешілдік басшылық әдісінің енгізілуі болып табылады. Индустрияландыру бағытының жүзеге асырылуы Қазақ өлкесіне партия комитетінің бірінші хатшысы қызметіне Филипп Голощекиннің келуімен дәлме-дәл түсті. Филипп Голощекин көсемшілдік идеясын ұстанды. Ол қазақ ауылы қазан лебін сезінген жоқ, сондықтан кіші қазан төңкерісін жасау қажет деген идеясын ұсынды. Филипп Голощекиннің кіші қазан төңкерісінің бағыты өлкені ұсақ және орташа деңгейде дамыту және өлкені шикізат базасы ету болды. Ірі саяси қайраткер және экономист Смағұл Садуақасов кіші қазан бағытына қарсы шығып, өз идеясын ұсынды. Оның бағыты өнеркәсіпті шикізат көзіне жақындату және Қазақстанды ірі өнеркәсіптер еліне айналдыру болды. Садуақасов пен Мыңбаевтың идеяларын ұлтшылдық көрініс деп бағалады. Ұлы державалық шовинизм көрінісі деп есептеді. Қазақстан отар болып келді және отар болып қалды деген сөздер бар Садуақасовтың. Осы сөзді сіздер қалай түсінесіздер? Өз ойларыңызды бір-екі ауыз сөзбен үй жұмысына қосып қойсаңыздар болады. Қазақстанды индустрияландыру мәселесі бойынша пікірталастары. Бірінші бағыттағы жақтаушылар. Қазақстан экономикасының орталыққа тәуелділігін, шикізат көзі ретінде дамуын жақтады. Олар мемлекеттік саясат негізінде республиканың ерекшеліктерін ескере отырып, партияның ауыл шаруашылығы шикізат базасы есебінде оның өнімдерін өңдеумен ғана шектелуін, ұсақ өнеркәсіпті дамыту жолын ұстануы бірден бір дұрыс бағыт деп мәлімдеді. Екінші бағыт бойынша Қазақстанды тек шикізат базасы ретінде пайдалану дұрыс емес екендігі, мұндағы индустрияландыруды жоғары жақтағылардың талабы бойынша жүргізбей, жергілікті қажеттілікті ескере отырып, өнеркәсіптер салу негізінде іске асыру керектігі баса айтылған болатын. Үшінші бағыттағылар қазақ жерін индустрияландыруға қарсы болды. Олар көшпелі өмір, қазақ халқының дәстүрлі шаруашылығы, ғасырлар бойы қалыптасқан өзіндік ерекшелігі. Ал қарқынды түрде индустрияландыру оның ұлттық болмысын білдіреді. Түйеден социализмге тікелей өту мүмкін емес деді. Келесі төртінші бағыттағы жақтаушылар шовинистік көзқараста болды. Олар қазақ халқының индустрияландырудың қарқынына ілесе алатынына күмән келтірді. Қазақтармен өнеркәсіп қаржы жоспарын орындай алмайсың. Өндірісті қазақтандыру пайда бермейді. Қазақтандыру өндірісті қымбаттатып жібереді. Қазақ бәрі бір жұмыс істемейді, ол қайтсе де далаға қашады деп тағы басқа түрлі сындар айтылған болатын.
Индустрияландырууду жүргүзбес бурун эң алдымен өлкөнү табигый байлыктарын зерттеуден башталды. Зерттеудің нәтижесінде Орал Ембі өңірінде мұнай кәсіпшіліктері ашылды. Орталық Қазақстанда көмір өндіретін шағын шахталар ашылды. Алтайдағы қуатты шамалы түсті металлургия кәсіпорындары ашылды. Академик Корнаковтың айтуы бойынша, Орталық Қазақстанның минерал шикізаттарын зерттеп, Қазақ АКСР-ның Кеңес одағының тұтас металлогенді провинциясы деген тұжырым жасады. Ал академик Губкин Орал Ембі мұнайлы аудандарын зерттеп, бұл кен орны мұнайға аса бай облыстардың бірі деп қорытындылады. Инженер-геолог Сатпаев Жезқазған аудандағы мыс кен орындарын зерттеп, аймақтың болашағы зор екенін дәлелдеп берді. Түркісіб темір жолы. 1927 жылы Түркістан-Сібір темір жол магистралінің құрылысы басталды. Құрылыс бастығы Шатов болды. Түркісіб құрылысына жәрдемдесетін арнаулы комитетін басқарған Тұрар Рысқұлов болды. Түркісіб құрылысына бірнеше ұлт өкілдерінен тұратын 100 мыңнан астам адам еңбек етті. Оның ішіндегі 10 мыңы қазақ жұмысшылары болды. Темір жолшы, құрылысшы, техник, жол ісінің шебері мамандықтарын меңгерді. Құрылыс жоспары бойынша 5 жылдың ішінде орындалуы керек болған, бірақ ол 3 жылдың ішінде салынып бітті. Сөйтіп 1931 жылы қаңтарда Түркісіб темір жолы тұрақты пайдалануға берілді. Түркісіптің негізгі мақсаты Орталық Азия мен Қазақстаннан шикізат көздерін Сібірге қарай тасымалдау болды. Ал Сібірден Орталық Азияға және Қазақстан жерлеріне азық-түлік тасымалдау болды. Түркісіб темір жолы магистралінің сызбасы, яғни жүріп өтетін картасы. Жетісу жерін басып оңтүстік Қазақстаннан шығып, Жетісу жері арқылы шығыс Қазақстанға қарай өтіп, Сібірге қарай жол тартады. Қатардағы жұмысшы Омаров Түркісіб бастығы қызметіне көтерілді. Қазыбеков Қазақ көлік құрылыс тресінің бастығы болды. Социалистік еңбек ері атанды. Рысқұлбековтың ұсынысымен комитет құрамына темір жол маманы инженер Тынышбаев енгізілді. Түркісібке көмектесу комиссиясын Республика халық комиссарлары кеңесінің төрағасы Нұрмақов басқарды. Түркісіб магистралі салынуының мемлекеттік және әлеуметтік экономикалық маңызы. Орта Азия Сібір аудандарымен жалғастырылды. Елдің шығыс аудандарының экономикасы мен мәдениетін дамытуға ықпал етті және өлкедегі жұмысшы табын тәрбиелеу мен шыңдау мектебі болды. Қазақстан индустриясының жетекші объектілері, яғни соғысқа дейінгі 5 жылдықтар кезінде салынған құрылыстар. Жаңа айтып кеттік, Түркістан темір жолы салынды дедік, Қарағанды шахталары, Ембі мұнай кәсіпшіліктері, Шымкент қорғасын зауыты, Балхаш, Жезқазған кен металлургия комбинаттары, Кенді Алтай, Ащысай полиметалл кәсіпорындары, Ақтөбе комбинаты, жылы және су электр станциялары құрылды. Индустрияландыру саясатындағы кемшіліктер: машина жасау, металлургия, қорғасын өнеркәсібі кәсіпорындары болмады. Энергетика базасы, құрылыс материалдары, өнеркәсіп артта қалды. Тау-кен шикізатын дайындаушы база ретінде қала берді. Республикадан сирек кездесетін металдар, яғни мұнай, көмір, фосфорит тегін әкетілді. Индустрияландырудың ерекшеліктері: өлкедегі индустрияландыру жоғарыдан жүзеге асырылып, шикізат көздері екпінді қарқынмен игерілді. Мұнай Ембіде өндіріліп, өңдейтін орталық Орскіде салынды. Білікті жұмысшы мамандар, инженер, техник қызметкерлер сырттан, негізінен Россия мен Украинадан әкелінді. Жергілікті мамандар жетіспеді. Урбандалу процесі күшті жүріп, қалалар мен қала үрдісіндегі қоныстар, қала халқы көбейді. 1939 жылы қалада тұратын қазақ 375 мыңға артты, яғни 1926 жылдыға қарағанда 5 есе өскен. Индустрияландыру Қазақстанға тигізген әсері:
Қазақ дәстүрі бұзылды. Қазақ шаруалары кедейленді және аштыққа ұшырады. Қазақстан Россияның шикізат көзіне айналды. Стахановшылар қозғалысы. Стахановшылар қозғалысының оң әсері: жаңа техника мен технология меңгерілді, жұмысшы табысының мәдени-техникалық деңгейі жетілдірілді, еңбек өнімділігі артты, индустрияландырудың даму қарқыны тездетілді. Теріс әсерлері жағдайға қарай ыңғайланып реттелетін қозғалысқа айналды. Жаппай стахановшыландыру жүргізіліп, өндірістің берекесі кетті. Жекелеген адамдарға рекорд үшін жағдай жасалды. Еліктеушілік, бірыңғай ойлаушылық психологиясы қалыптасты. Яғни кезінде Балқаш мыс балқыту комбинатының құрылысына Мәскеуден 750 мыңнан астам жұмысшылар әкелінді. 100-ге жуық қазақ жұмысшылары бетон құюшы мамандығын игерген болатын. Донбасс шахтерлері Қарағандыға әкелінді. Бұл жерде де мамандарды даярлауға Орал көмектесті. Күшпен ұйымдастырудың ауыр зардаптары салдарынан құрылысқа жұмысқа келген көшпелілер индустриялық еңбекті уақытша деп санады. Келешекте далаға қайтып баруды армандады. Қазақ жұмысшылары үшін қысқа мерзімді курстар, фабрика, завод оқушыларының мектептері, техника үйрену үйірмелері ашылды. Индустрияландыру саясатының тарихи маңызы. Аграрлық республика индустриялы аграрлық аймаққа айналды. Республикада қалалар мен қала тұрғындарының үлесі салмағы өсті. Ұлттық жұмысшы табы құрылды. Инженер-техник кадрлар қалыптаса бастады. Көп ұлтты ұжымдар пайда болды. Адамдардың туысқандығы нығайды. Қазақстанның басқа индустриялы аймақтармен экономикалық байланысы орнықты. Жұмыссыздық жойылды. Халықтың материалдық әл-ауқаты біраз жақсарды. Сабағымызды қорытындылай келе, кеңес өкіметі жүргізген саясатты академик Қозыбаев былай деген: патша жасап үлгермеген отаршылдықтың сорақысын кеңес империясы жасады деген. Енді кеңестік отарлық большевиктік жүргізген саясат отаршылдықтың шыңы болды. Міне, осындай ащы тарихи шындықты еліміздің әрбір азаматтары білуі керек. Тапсырма. Бүгінгі өтілген сабағымыздың тақырыбына байланысты сұрақтар берілген. Осы сұрақтардың жауабын дәптерге түсіру. Үй тапсырмасы бойынша бүгінгі өтілген сабағымызды кестеге түсіру. Яғни, индустрияландыру бағытын алудағы қиыншылықтар, индустрияландыруды жүзеге асырылуы, индустрияландыру саясатындағы кемшіліктер, теріс әсері және оның ерекшеліктері. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.